Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет, өте дәмді мясо по-тайски тағамының рецептімен бөлісемін. Бізге керек ингредиенттер ол сиыр еті, 2 жуа, болгар бұрышы, соя тұздығы, 3 тіс сарымсақ, қияр, қызанақ, жасыл көкөніс, ол бізде укроп пен жасыл жуа. Сосын осындай баракат күріші. Ең алдымен барлық ингредиенттерімізді турап аламыз. Мен етті осылай қатты жұқада емес, қатты қалыңда емес, осындай жапырақтап турап алдым. Жуаны да жапырақтап тураймыз тілімдерге. Ол үшін жуаны екіге бөліп, осылай 3 жерден кесіп аламыз да, әрбір жапырақтарын осылай бөліп шығамыз. Болгар бұрышында мен жапырақтап кесіп алдым. Негізі бұл міндетті емес, сіздерге қалай ұнайды, солай кессеңіздер болады. Қызанақты кескен уақытта қатты майдалап керек жоқ, өйткені ол езіліп кетеді. Сол үшін мен осылай тек 3 бұрыштап қана кесіп шықтым. Қиярды да осылай 2-ге бөліп, жапырақтап кесіп шықтым. Сарымсақты осылай турасаңыздар да болады, не болмаса үкіштен өткізуге де болады. Жасыл жуа мен укропты осындай орташа тілімде кесіп шығамыз. Міне барлық ингредиенттерімізді осылай турап алдық. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сонымен қатар қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда әлі көптеген рецепттер болады. Енді қызып тұрған майға етімізді салып, тұзды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Енді қақпағын жауып, 10 минутқа бұқтырып аламыз. 10 минуттан соң ыстық суымызды құйып, 1 сағатқа жақсылап бұқтырып тұрып пісіреміз. Міне етіміз осылай қызарып піскеннен кейін жуамызды саламыз. 5 минуттай жуамызды жақсылап пісіріп аламыз да, болгар бұрышын саламыз. 2-3 қасық соя тұздығын қосамыз. Сіздерге кез келген ұнайтын приправаларыңызды салсаңыздар болады. Менде универсальная. Артынша қияр мен қызанағымызды салып, жақсылап бұқтырып пісіреміз. Мен дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш және де имбир қостым. Ал енді пісуіне 10-15 қалған кезде сарымсақ пен укроп және жасыл жуамызды салып, тағы да бұқтырып пісіреміз. Шамамен тағы да 10 минут бұқтырамыз. Міне осылай әдемі болып пісіп шықты. Енді гарнирін жасаймыз. Ол үшін табаға май құйып, қызып тұрған майға күрішімізді салып, тұз қосып, жақсылап араластырып, кішкене қуырып аламыз. Енді күріштің үстіне жарты стақан су құйып, қақпағын жауып, жақсылап бұқтырып пісіреміз. Арасында күрішті араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Күрішті шамамен 20 минуттай бұқтырып пісіреміз. Міне күрішіміз осындай әдемі, бір-біріне жабыспайтын болып пісті. Енді тарелкамызды алып, күрішімізді саламыз. Менде осындай кольцо. Сіздерде кольцо болмаса, кесеге салып формасын шығаруға болады. Міне осылай күрішіміздің формасын шығарып аламыз, және де жан жағына тұздығымызды салып аламыз. Және де күріштің де үстіне тұздық салуды ұмытпаңыздар.
Бұл тағамды енді жегенде арманда, жемегенде арманда. Осы рецептпен жасауды кеңес етемін. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Және де сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Менің каналымда әлі көптеген рецепттер болады.